Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге торттың бетіне сахарный бумагада распечатка жасалған фотоны торттың бетіне қалай қою керек екенін толығымен түсіндіріп көрсетіп беремін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен бізге керегі оқтауымызды дайындап аламыз, ақ мастикамызды дайындап аламыз. Және де кукурузный крахмал ыдысымызға кисточкамен су дайындап аламыз. Ең бірінші керекті мөлшерде мастикамызды кішкене қалыңдау болу керек. 1-2 мм қалыңдықта жаюға арналған мастикамызды алып, кукурузный крахмалымызды сеуіп, яғни бағана мастикамызды аунатып, жабысып қалмас үшін оқтауымызға және де дастарханымызға аламыз да оқтаумен жайып шығамыз. Торттың бетіне қоятын суретіміз А4 форматта шығарғанмын мен. Сол толығымен сыйып тұруы қажет. А4 форматта сурет сыятындай етіп жайып алғаннан соң жан-жағын кесіп алып тастаймыз да бағанағы мастиканы үстіне кисточкамен сулап шығамыз жұқа етіп. Содан кейін фотомызды бетіне қойсақ, ол автоматты түрде жабысып қалады. Фотомызды шетке қоямыз да тортымызды аламыз. Сөйтіп тортымыздың бетіне аккуратно әдемілеп қойып шығамыз. Тортымыздың бетіне фотоны қойғаннан кейін қолымызбен кішкене басып, бетін тегістеп жібереміз. Толығымен жақсы орналасу үшін мастиканы қою міндетті түрде, себебі фотомыз кремге ылғалдылығынан еріп, суретіміз бұлыңғыр болып кетуі мүмкін. Суретімізді қойып болғаннан кейін шет-шетіне бортики жасап шығамыз креммен, яғни фотоны шет-шеті көрініп тұрмас үшін, және де осы бортикенің үстіне кез келген безендіру жасасаңыздар болады. Мен клубникамен дайын безе сатып алдым да, солармен сәндеп шықтым. Кез келген безендіру түрін жасауға болады, тек қана креммен бортики жасап шықсаңыздар болады насадкамен. Мен фотоны сахарный бумагада распечатка жасадым. Вафельный бумагада да жасауға болады. Негізінде сахарный бумагада жасаған жақсы тұрады. Суретте анық, әдемі болып шықты. Кез келген туған күнге кез келген фотоны жасасаңыздар болады. Неше түрлі картинкаларды жасауға болады. Распечатка жасап, осылай торттың бетіне қойып, өте әдемі сыйлық ретінде беруге болады тортымызды. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоға лайк басып, комментарий қалдырып қойыңыздар. Менің видеомды WhatsApp желісінде өз достарыңызбен, таныстарыңызбен бөліссеңіздер болады. Үлкен рахмет.